Атанаң саған мамандық таңдап берсе, онда олармен сөйлесу керек. Сөйлеспес бұрын өзіңе ұнаған мамандықты егжей-тегжейлі тексер. Бір саланың ішінде 100 түрлі мамандық болуы мүмкін. Бұл мамандық несімен артық екеніне дәлел келтір. Атанаң таңдаған мамандық сен үшін несімен ұнамсыз екенін айқында. Олардың пікірін де тыңда. Соңында екі жақ келісіп бір шешімге келе аласыңдар. Ал егер кім болғың келетінін білмесең, мына кеңестерге назар аударып көрші. Психотипті анықтайтын тест тапсыр. Ол саған қай мамандықтар жаныңа жақын екенін айқындап береді. Психологтың көмегіне жүгін. Сенен қарапайым тест ала отырып, мықты жақтарыңды анықтап береді. Соған сай мамандықтарды айтады. Әр түрлі маман иелерімен кездесіп көр. Бір күн жанында жүріп практикадан өткіз. Ұнай ма, ұнамай ма, көресің. Елін сүйер азамат болсаң, еліңе ауадай қажет мамандықты таңда. Соның жілігін шағып, майын ішкен маман болып, халыққа пайдаң тисін. Бейне роликті әзірлеген 8-ші гимназия педагог-психолог маманы.